Инвесторлардың жұмыс үстелінде тұруы тиіс белгілі бір кітаптар бар. Бұл кітаптарды қор нарығындағы мықты инвесторлар күніне бір рет оқып, ұмытқан еске түсіріп, ал білмегенін біліп отыру үшін қажет. Сондай кітаптардың бірі Николас Насим Талебтің «Қара аққуы». Бүгінгі видеода бұл кітаптың қысқаша саммариіне тоқталып, пайдалы кеңестері туралы айтамыз. Достар, егер осы видео 100 лайк жинаса, басқа да инвестиция жайлы пайдалы кітаптарға шолу жасаймыз. Лайк басып, коммент жазыңыз және каналға тіркеліңіз. Ал біз бастаймыз. Қара аққу деген не? Кітапта айтылған ең қызық мәселелерді осы материалда көрсетуге тырысамыз. Алдымен қара аққу теориясына тоқталайық. Ол ешкім күтпеген, ал салдары өте ауыр болып келетін. Бірақ араға уақыт салып рационал тұрғыда ойланып көрсе, бұл оқиғаны алдын ала болжауға мүмкін емес болғанын түсінеді. Осыны қара аққу теориясы деп атайды. Автор мысал ретінде 2001 жылы 11 қыркүйекте Нью-Йоркке жасалған террористік шабуылды және адамзат тарихындағы қаржы дағдарыстарын осыған қосады. Мысалы, ковид пандемиясы да қара аққулар қатарынан, өйткені пандемия болатынын ешкім болжаған жоқ. Салдары адамзат үшін өте ауыр болды. Терапияға емес, профилактикаға көбірек көңіл бөлу керек. Автор ауырғанда ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деген пікірді айтады. Операциядан шыққан пациент әдетте хирургқа алғыс етеді. Бірақ оған пайдалы витаминдер не кеңестермен талай сырқаттың алдын алған дәрігерлер әдетте ондай алғыстан мақұрым қалады. Тарихқа сүйеніп болашақты болжау ақымақтық. Талеб тек деректерге сүйеніп, пікір қалыптастыратын адамдарды күлкіге айналдырады. Қаржы дағдарысы қайталана беруінің бас себебі ретінде сарапшылар өткен күннің цифрларынан көзін ашпайды деп кінәлайды. Ережесін өзіңіз бекіткен ойында тұлу қиын. Айлығы жоғары жұмыстан өз еркіңізбен кету, сол жерде алатын ақшаңызға қарағанда сізге көбірек бақыт сыйлайды. Мүмкіндікті жіберіп алғаннан жоғалтып алуды артық көремін дейді автор. Ал қара аққулардың пайда болуын алдын ала анықтау үшін шаблонды ойлаудан арылу керек. Антибілімге назар аудару керек. Насим Талеб, егер адамзат өз білетін дүниеге емес, білмейтін нәрсені іздестіруге тырысса, онда көп жетістікке жететін еді, дейді. Оған мысал ретінде осы уақытқа дейін сенсация ретінде ашылған ғылыми жаңалықтардың барлығы белгісіз дүние зерттеу барысында пайда болғанын келтіреді. Басқалар білетін нәрседен жаңалық ашу қиын. Біз ойыншықтар жасаймыз, кейбіреуі әлемді өзгертеді. Қара аққу кітабының 3/1-де автор осы сөзді түсіндіруге тырысады. Яғни жер бетінде болып жатқан ұлы оқиғалардың кездейсоқ екенін айтады. Пенициллин, динамит сияқты әлемді өзгерткен заттарды өнертапқыштар ойламаған жерден жасаған. Өздері не жасағанын кейін түсінген. Тіпті Христофер Колумб та бірнеше жылға дейін жаңа құрлықты емес Үндістанды аштым деп адасқан. Жетістік сырын білгіміз келсе, алдымен сәтсіздікті зерттеуіміз керек. Көп оқиғаға сыни пайыммен қарайтын Насим Талеб кітабында жетістік туралы да көп ой қозғайды. Жетістікке жеткен миллионерлердің басып өткен жолы, ішкен тамағы мен оқыған кітабына дейін білгіміз келеді. Ал негізінде сәтсіздіктен көз ашпайтындар феноменін анықтау керегін айтады. Достар, бұл видео сіздерге пайдалы болды деп үміттенеміз. Жусайинвесттің әлеуметтік желідегі парақшаларына жазылуды ұмытпаңыз. Аман сау болыңыздар.